Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі шығарылымда мен сіздермен ақш президенті Джон Кеннедидің тағдыры қайғы мен қиянатқа толы қарындасы Розмари жайында айтатын боламын. Видео көрмес бұрын парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Қызықты видеоларды ұзартпай салып отырамын. Ендеше кеттік. Розмари Кеннеди 1918 жылы 13 қыркүйек күні дүниеге келген. Розмари екі ұлдан кейін туылған қыз еді, яғни Джозеф Патрик пен Роза Фицджеральдтың үшінші сәбилері болатын. Алғашында ол дені сау сүп-сүйкімді бала еді. Кейінірек оның өз жасынан кеш жүріп, кеш сөйлеп, даму жағынан қалып бара жатқанын көріп, дәрігерлерге тексертеді. Олар барлығы ол өсе келе қатарластарын қуып жетіп алады деп көндіреді. Алайда ондай таңғажайып орын алмайды. Оның ақыл-есі кем екеніне енді көздері жетеді. Олар оны өте қатты жақсы көретін. Олар барлығы оған мейіріммен қарайтын болса, ол жазылып кетер деп ойлап, ешкімнен оның дертін жасырмайтынды шешті. Джозеф өздерімен бірге махаббатқа бөленіп, ешқандай орталыққа жібермей, үйде бізбен бірге қалуы тиіс деп шешім қабылдайды. Ол шынында да бауырларының да ата-анасының да тарапынан шексіз махаббатқа бөленіп өсті. Оның жақсы көретіндерін барлығын алып беруге тырысатын. Анасы ән айтқанда ол билеп қуанатын, ал қайыққа мінгенде ол жарысып жеңгенде қатты қуанатынын көрген ағалары оны қайықпен жүзу жарыстарына бірге алып барып, оған міндетті түрде жеңіс сыйлайтын. Ол өте жақсы билей алатын. Сондықтан да көңілді кештерде ағалары оны биге шақырып, бірге билеген кезде қатты қуанатын. Розмари өзіне жағымды пікірлерді айтқанда кеш бойы көңілденіп жүретін. Ол өзінің сырт келбетіне көп назар аударатын. Киімі, бас киімі, шаш үлгісі, тырнағын сәндеу оның осал тұсы болатын. Өсе келе көңілді қыз ашуланшақ, шу шығаратын, ызақор бойжеткенге айнала бастады. Оның әр басқан қадамын отбасы мүшелері аңдып жүре алмағандықтан оның дерті жайында жан-жағындағылар байқап, өсек-аяң көбейе бастады. Анасын бұл жағдай қатты алаңдатты. Қызын емдеткісі келіп, барлық қолдан келген ем-домды жасады. Дәрігерлердің барлығы ол айықпайды, оны емдеу орталығына өткізу керек деп талап етті. Ал осы уақыттарда Джон Кеннеди президент, ал әкесі Джозеф елші болып сайланғанда жұрт назарына Кеннеди жанұясы іліне бастады. Дәстүрлі түрде Кеннеди жанұясын патшалыққа таныстыру керек болды. Яғни Букингем сарайында өтіп жатқан бұл кешке Джозефтің екі үлкен қыздарын таныстыру керек еді. Розмари сіңілісі екеуі иіліп сәлем беріп жатқанда Розмари шалынып кетіп үстін бүлдіріп алады. Бұл сәт барлығының көз алдында өткендіктен барлығы оның ақауы барын бірден байқайды. Осыдан кейін әкелері Розмариді жұрт көзінен тыс монастырға жібереді. Онда Розмари одан сайын ашуланып, ауруы үдеп күшпен ол жерден түнде қашып кете беруді шығарады. Сол уақыттарда өз-өзін ұстай алмайтын, ашуланшақ, ақыл-есі кем бағынбайтын адамдарды емдейтін лоботомия деген ем түрін естіген әкесі ойланып жүреді. Ал анасы бұл әдіске үзілді-кесілді қарсы шығады. Алайда ешкімге бағынбайтын, ешкімге мойынсұнбайтын әкелері Джозеф Розмариге бұл әдісті үйіне айтпай жасатады. Ми лоботомиясы көз үстінде орналасқан мидың бір бөлігін құралдармен алып тастау болып табылады. Бұл әдісті 1936 жылдан бастап 1951 жылға дейін ақш-тың өзінде 18 мың науқасқа қолданған. Бұл әдісті шизофрения, депрессия, психоз, жүйкесі бұзылған адамдарға қолданғанда олар өздерін сабырлы ұстайтын болған. Алайда олардың ақыл-естерін кем қылып жатқандығын дәрігерлер аңғармайтын. Бұл әдіс қазіргі медицинада жоқ. Джозеф Кеннеди осылайша Розмаридің өмірін түбегейлі өзгертетін іс-әрекетті, білікті, білімді дәрігерлермен ақылдасып істеген болатын. Дәрігер Фриман мен Джеймс өте білікті дәрігерлер еді. Олар Джозефке барлығы керемет болады, қызыңыз айығады деп уәде береді. Осылайша ота жасалып жатқанда Розмари тіпті ояу, есін біліп жатқан көрінеді. Оған дәрігерлер әртүрлі сұрақтар қойып, оған ол жауап беріп жатқан. Ол жауап беруін тоқтатқанша олар да ми бөлігін кесе берген. Қалай Розмари жауап қайтаруды тоқтатқанда, олар да тоқтатады. Осылайша 23 жасар Розмари отаның нәтижесімен миы 2 жасар бала секілді болып қалады. Сөйлемек түгілі жүріп тұра алмай қалады. Осыдан кейін оны әкесі Висконсиндегі арнайы мектепке өткізеді.
Розмари жайында ешкім тіс жармауы керек деген ұйғарым шығарады. Қатаң түрде талап етеді. Бауырларды, әкесі де оны ешқашан іздемейді. Тек анасы қызын жылына бір рет тығылып барып көріп жүрген. Розмари жайында ешқандай қауесет шықпауы керек. Бұл біздің беделімізге нұқсан келтіреді деп ойлаған әкесі ол жайында мүлде ұмытады. Осылайша Розмари жаңадан жүріп тұруды үйренеді. Бірақ өздігімен жуынып, киініп, өздігімен тамақ іше алмайтын жағдайға жетеді. Ол өзіне күтім жасайтын адамға мұқтаж болып қалады. Осылайша ол сол мектепте өмірінің соңына дейін қалады. Әке-шешесінен де ағаларынан да ұзақ өмір сүріп, 2005 жылы 86 жасында қайтыс болады. Назарларыңызға рахмет.